Жолдағы тас. Бір күні патша жолдың қақ ортасына үлкен тас қойғызып, өзі жасырынып бақылайды. Елдің ең бай саудагерлері, күшті сарбаздары мен ақсүйектер сол жолмен өтіп, тасты айналып өтеді немесе ренжіп патшаны кінәлайды. Мемлекет жолдарында жөндей алмайды, дейді бірі. Халыққа осылай қиындық тудыра бере ме деп екіншісі налиды. Бірақ ешкім тасты жолдан алып тастауға тырыспайды. Кешке қарай бір қарапайым шаруа келе жатады. Ол арқасындағы ауыр қапты жерге қойып, тасты қозғауға кіріседі. Әрең дегенде оны жол шетіне шығарады. Тастың астында бір қап алтын жатыр. Оның үстінде жазуы бар: жолдағы кедергіні алып тастаған адамға патшаның сыйы. Шаруа қуанып, алтынды алып кетеді. Қорытындысы, көп адамдар қиындықты көріп шағымданады. Бірақ оны шешуге әрекет ететіндер аз. Нағыз табыс пен жетістік кедергіні жеңе білгендердің еншісінде. Каналыма қош келдіңіздер. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.